және әкелер мектебін, аналар мектебін. Енді әжелер мектебін біз былтыр аштық, жұмыс жасадық. 1 жыл бойы осы әжелеріміз Несвел апай ішке келіп, шаралар өткізіп, сізге келіп, біршама шара өткіздік. Биыл әжелерді қосып жатырмыз құрамына. Және біз биыл әкелер мектебін аштық, және жас аналар мектебін аштық осы балабақшада. Енді балабақшаға деген немерелеріңізге деген тілегіңізді айтып отырып, өзіңізді таныстырып жіберіңіз. Тобының Серік Арсен Изатұлының әжесімін. Балама осы балабақшада жақсы тәрбие алып, жақсы бала болып, жақсы тәрбиелі өнегелі болып шықсын деймін. Балабақшаға рахмет. Сіздерге де, бәріңізге де жақсы тәрбие беріп жатырсыздар балама. Болашақ балабақшасына қазіргі уақытта 2 немерем келіп жүр. Біреуі Ерболат Ақбота, біреуі Ерболат Сұлтан. Осы балдарыма денсаулық тілеймін, 2 немереме бақыт тілеймін. Осы болашақ балабақшасында бұдан да басқа немерелерім өсіп өнді. Балабақша ұжымына да зор денсаулық тілеймін. Бақыт семьяларына, отбасыларына амандық тілеймін. Жылсай тобындағы Орынғали нағашы әжесінің әжесі келе алмай қалып менен жіберді. Қуаныштымын қатысқаныма осы шараға. Еңбектерің жана берсін, балдар аман болсын, денсаулықтары мықты болсын деп тілеймін балдардың ең бірінші тілегім. Сіздің еңбектерің жана берсін, рахмет сіздерге көп. Әрине немере шөбере көбейе берсін. Бір әженің шөберелі болып жатыр. Барлығына тілектеспіз. Жақсылық тілектермен шырақтарың сөнбесін деймін әжелерге. Бірінші болашақ балалар ұжымына үлкен рахмет айтамын. Алғысым шексіз. Біздің 10 немерем бар, соның қанша бәрі осы ұжымнан тәлім алып, осы ұжыммен бірге сайыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болады. Ол сіздердің арқаларыңыз, сіздердің еңбектерің. Сондай еңбектерін әр отбасының баласымен жана берсін, шабытты мақсаттарын көріне берсін, отбасыларына аман болсын. Біріншіден келген балалар, аналармен сіздердің жұмыстарыңызға қолғабыс еткізіп, әрқашан осындай болсын деймін. Шырақтарыңыз сөйлесіңіз. Қуаныштымыз, рахмет. Әжелер мектебіне шақырып, біздерді көмекші көтеріп, біздер жаңағы сізден білем бір уақытта қуанамыз. Аман жүргенді, әр уақытта кәсіпкерлікке қарыңдар, аман болыңдар, көңілі болып, жаңағы алғашқы алысқа қалай беріңдер. Үйлеріне шарт, қасыраған тоқпен, арайдана берсін, бала ретінде ашық болып, денсау болып, шарттың кәсіпшілі аман болып, бәрі де жақсы дүниеге Қазынаның әжесімін. Менің 4 немерем осы балабақшадан шықты. Алғашқысы Жансая үлгілі болып, апайларының арқасында бірталай сайыстарға барып, бірталай жүлделер алып, одан кейін Қазынан кішкентайым жаңа апай айтып жатыр ғой, Оржанның сондай мықты нелерге сайыстарға қатысып, жүлделер алды, халыққа, елге әйгілі болып қалғандайсың енді, көп жерлерде көріндік. Осы ұжымның арқасы деймін, тәрбиелері жақсы, апайлары жақсы, балдарым шүкір, үйде де тәрбиелегенбіз ғой, сонда да болса, үйден гөрі балабақшаның көптеу болады ғой. Ұжымдарына көп рахмет, апайларына, басшыға, әр уақытта осы жыл болайық, ауызбіршілігіміз мол болсын, деніміз сау болсын, деніміз тыныш болсын. Сол мен әр уақытта да отымыздың астында шырағымыз сөнбесін, осы болған шырақ жана берсін. Баршаңызға Allah razı olsun deyip осы болашақ балабақшасының уақытында денсаулық мамандарының алғысым шексіз. Басшымызға, апайларымызға осылай мен әлемет Ахматтың әжесінің болашақ Әжеміздің ең жас әжесі. қуыршақ тобында қызым бар Мәриям деген
екі немерем де осында, оны да осында отқа жетіп дейді. Барлық тәрбиешілерге көп көп рахмет айтамын. ата-аналар кеттеріңізге рахмет. Отан отбасынан басталады. Ал отбасының киіктісі әйел адам. Ал әйелдің ең бірінші кәсібі ол таң ата тұра от жағады. От жағады, осы оттың арқасында ас бастады, бүкіл шаруасын іске асырады.